Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін пешсіз дайын болатын өте дәмді банофи пай тортын дайындаймын. Видеоны соңына дейін көріңіз. Ең алдымен бізге осындай печенье қажет болады. Мен осылай блендерға салып үгітіп аламын. Егер блендер болмаса, целлофанға салып, оқтаумен үстінен басып, осылай ұнтақ жасап алсақ болады. Ең маңызды нәрсе осылай бізде ұнтақ болуы қажет. Енді оның үстіне ертілген сары майды құйып араластырамыз. Бізде осындай майлы крошка болып шығады. Енді формамызды аламыз. Жарты ұнтақты салып, астына біркелкі етіп жайып аламыз. Менде формамның диаметрі 18 см. Осылай біркелкі жайып, одан кейін қолымызбен тегістейміз. Немесе стақанның көмегімен тегістеуге болады. Қалған жарты бөлігін жан-жағын, яғни бортиктерін жасаймыз. Осылай қолымызбен алып, жан-жағына жапсырып шығамыз. Барлығын жапсырып, содан кейін біркелкі етіп түзіліп аламыз. Енді вареный сгущенканы құйып, қасықпен осылай барлық жағына біркелкі етіп жайып аламыз. Одан кейін бананды осылай орташа етіп турап алдым. Бананды жіңішке немесе жуан турау, ол өзіңіздің қалауыңыз бойынша. Енді осылай үстіне барлық жағына қойып шығамыз. Енді бетіне крем дайындаймыз. Ол үшін бізге салқын кілеге қажет 33-35%. Осылай миксердің ең төменгі жылдамдығынан бастап миксерлей бастаймыз. Кішкене қоюлана бастағаннан кейін бір ас қасық қант ұнтағын салып, қою болғанша миксерлейміз. Дайын болған кремді осылай кондитерлік қапшыққа саламыз. Мен басына насадка салып алдым. Насадка міндетті емес, кәдімгі дөңгелек шариктер жасап құйып шығуға болады. Енді бананның үстіне барлық жағына осылай кремімізді құйып аламыз. Енді тоңазытқышқа 1-2 сағатқа қалдырамыз. Одан кейін формадан аламыз. Бетін әрлеу өз қалауыңыз бойынша. Мен кішкене осылай какао сеуіп шықтым. Осымен өте дәмді, тез дайын болатын тортымыз дайын. Видеоға лайк басып, каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Астарыңыз дәмді болсын.